Қайырлы күн достар, сіздермен Назерке. Бүгін сіздермен жегенде аузыңызда еритін, шайнамай жататын сочный мощный назылма жасаймыз. Ең алдымен подливын жасаймыз. Қазанымызға май құйып, майымыз қызған соң майдалап туралған етімізді салып, жақсылап қызартып қуырып аламыз. Етімізден соң майдалап туралған көкөністерімізді шетінен сала отырып, барлығын жақсылап қуырып аламыз. Ең алдымен етімізден кейін пиязымызды салып, жақсылап қуырамыз. Одан соң сәбізімізді саламыз. Енді тәтті бұрышымызды саламыз. Одан соң майда етіп туралған картошкамызды салып, жақсылап барлығын бірге араластырып қуырамыз. Мені жоғалтып алмас үшін ең алдымен арнама жазылып қойыңыздар. Томат немесе мен сияқты сестивилей қоссаңыздар болады, өте дәмді шығады. Сосын дәміне қарай тұзымызды салып, тағы да барлығын жақсылап араластырып жібереміз. Барлығын жақсылап қуырып болғаннан соң суымызды құйып, осыны жарты сағат көлемінде піскенше қайнатып пісіретін боламыз. Пісуге жақын қалған кезінде укроп қосып жіберсеңіздер болады, ол тамаққа ерекше дәм беріп тұрады. Енді қамырын дайындауға кірісеміз. 2 жұмыртқамызды саламыз. Аздап су құямыз. Дәміне қарай тұз салып, жақсылап араластырып, аз-аздан ұнымызды сала отырып, орташа қаттылықта қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болған соң, иі қану үшін 10-15 минутқа тұндырып қоямыз. Сосын қамырымызды алып зуала жасаймыз, тағы да кішкене жұмсауы үшін 10-15 минутқа қалдырамыз. Енді қамыр жаюға кірісеміз. Дөңгелек жұқалау етіп қамырымызды жайып аламыз. Менің каналымда осы қамыр жаюдың дұрыс әрі тез қамыр жаюдың видеосы бар, қарап алсаңыздар болады. Қамырды жайып болғаннан соң орап, бір келке етіп кесіп шығамыз. Міне осы қайнап тұрған суға дәміне қарай тұз салып, сосын осы суға қамырымызды салып, 2-3 минуттай қайнатып пісіріп аламыз. Міне біздің қамырымыз пісіп шықты. Енді үлкен табағымызға сүзіп аламыз. Сүзіп алғаннан кейін жаңағы дайындаған подливімізді жақсылап арасына кіргізе отырып, жақсылап құямыз. Мінекей біздің тамағымыз дайын болды. Дастарханға осылай ұсына бересіздер. Өте дәмді шығады, әрі тойымды тағам. Сіздер де жасап көріңіздер. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.